біреуге зиян беру мақсатында бағаны көтеру. Бұл харам шариғатымызда. Мысалы қалай? Мысалы айтам, мына ұялы телефонды сатам. Бастапқы баға 1000 теңге. Сосын аға тұрады айтады, мен алам дейді. Тәкең ана кісін жек көреді. Оған зиян беру керек. Бірақ өзі алмайды. Сондықтан бұл айтады, рәке 1500 дейді. Мына кісі қажет қылып отыр ғой, 1600 дейді. Мына айтады 2000 дейді. Алмайды. Не үшін бағаны көтеріп отыр? Ана кісіге зиян беру. Бұл шариғатта харам. Түсініп отырсыз ма? Сондай мақсатта келіп жана көзді қысқап, мына 2000-ға, досына 2000-ға болмайды, мынадай состояние көліктер 2500 тұр деп алдауға болмайды адамды. Ана саудаласып тұрды, ана 1900-ға берсем мынаны деп тұрды. Бір уақытта тәкең келеді айтады, ой, досым, қайша 1900-ға қайша сұрапты? Мен 2000 сұраппын. Анау ше 1900 сұрап тұр дейді. Мынадай состояние соткалардың кемі 3000 жобасында дейді. Не істеп жатыр? Ананы алдап жатыр. Бұл харам шариғатта. Енді 2000 қойып атсаңыз, нормально. Бауырым 2000-ға нормально ғой. Бұларды енді сен мұндай состояние 2000-ға таппайсың деп, ақиқатты айтуға болады. Түсініз ба? Енді осы нәрсені пайғамбарымыз бізге тыйым салып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады, мән ғашшана фәләйсә минна дейді. Сондықтан шариғатымызда алдау, арбау харам етілген. Алдауға не істейді? Болмайды. Ешқашан көлік соғылмаған, мен бірінші хазайын егесі, болмайды олай. Мына аттың әкесі бәлен, шешесі түген. Болмайды. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Уәлә табағаду дейді. Кек сақтамандар дейді. Мұсылман адам кек сақтамайды. Және хадистің жалғасында айтады, уәлә тадабару, теріс айналмаңдар. Яғни адам байлансын үзіп тастауға болмайды, сол секілді кек сақтауға болмайды. Екінші бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ла яхиллу ли муслимин ән яхджура ахаху фауқа сәләс дейді. Мұсылман адамға, мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуге қақысы жоқ. 3 күннен кейін не болады? Харам. Тәкең екеуміз ренжісіп қалдық. Шариғат бізге 3 күн уақыт береді. Мен намазға келіп атсам, саптың ар жақ шетіне тұрам, тәкең мын жақ шетіне, тәкең мын жақта тұрса, мын жағында тұрам. Тәкең анадан көрініп қалса, бұларға айналып кетем, бірақ 3 күн. 3 күннен кейін алдыңнан кетіп, ассаламу алейкум. Егер осы күнге дейін біреуге ренжіп жүрген болсаңыздар, кешіңіздер. 3 күннен кейін саған күнә жазылып жатыр. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл и до конца жизни. Кешпесеңіз. Сондықтан қазақ не деді дана халқымыз? Алдыңа келсе, әкеңнің атаңның күнін кеш дейді. Әкеңнің деп тұр. Не істеді? Кеш дейді. Кек сақтауға болмайды. Ренжісуге болмайды. Ал ренжісудің ішінде ағайын туыспен ренжудің күнәсі ау. Ағайын туыспен ренжісуге болмайды. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады, иннамал муъминуна ихуатун фа аслиху байна ахауайкум. Момындар бір-біріне бауыр, момындардың арасын жарастыр. Сондықтан біз ағайын араздасқан болса, жамағат араздасқан болса, татуластыруымыз керек, біріктіруіміз керек. Жоқ, біз ондай емес. Біз не істейміз? Бір шелек бензинді әкелеміз де шашып жүреміз. Өз солай ма тәке? Тәке, ол бар ғой, мен білем оны. Білем оны.
Біз керісінше қайраймыз да оны. Мен де соны байқап жүрмін, сол дұрыс аралым емес ау деймін, деп қоясың да жаңағыдай. Анаған газ бересің ғой. Сонда саған бірдеңе түсе ма? Керісінше айту керек қой. Әке кім қателеспейді. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Байқамай қалған шығар. Негізі байқап жүрмін, жақсы жігіт, намаздан қалмайды. Білмеймін енді оны кім біледі, бір жағдай болып қап, байқамай қалған шығар. Демейміз ғой біз. Оны өзімде байқап жүредім, шеш оны бабай. Дұрыс қыпсың, тәке, дұрыс қыпсың. Түкте дұрыс қылған жоқ. Қате қылды. Екеуіне бірдей күнә жазылайын деп тұрды. Сондықтан кек сақтауға, бір-бірімізден теріс айналуға қақымыз жоқ. Оны шешпейсің. Бар ма, жоқ, оны шешпейсің. Алла 3 күн уақыт берді, болды. 3 күннен кейін қақың жоқ, хоть кім болсын. Кешесің. 5-ші нәрсе, пайғамбарымыздың тыйып салып жатқан нәрсесі, бұның бәрі жүректің дерті, көре алмаушылық, біреуді алдау, жек көру, теріс айналу, жүректің дерттері. Жаман аурулар. Ла ябиқ бағдукум ала байғи бақ дейді. Екінші біреудің саудасының үстіне саудамен кірме дейді. Мен базарға кеп ағамен саудаласып жатырмын. Аға қаншадан мынау? 5000 теңге деді. Аға дедім, 1400-ге түсесіз ба дедім. Жоқ, түсамаймын деді. Ақырғы бағаңыз қанша? 4800 деді. Сол кезде мына жерден біреу келіп, 4700-ға давай деп кірісуге болмайды. Бұл харам. Сондықтан ол күтеді. Кетіп бара жатқан кезде ғана, бауырым не болды деп, аға түспеді, алмадым деді. Аға қанша сұрап едім? 4500-дан бермеді. Аға қанша сұрап деді? 4800-ге сұрап тұр деді. Жақсы. Сол кезде барып кірісесің, мен кеткеннен кейін. Егер біреулер саудаласып тұрғанда, сатушы тарапынан да, сатып алу жағынан да кірісуге болмайды. Болмаса мен ағамен саудаласым, аға 1400-ге беріңіз деп. Аға 1800 деді. Сонда қасында тұрған, дәл осы товарды сатып тұрған екінші адам, біздің саудамыз аяқталмайынша, бауырым кем 700-ге түсіп берейін. Болмайды. Өйткені бұл істің бәрінде мұсылманды ренжіту бар. Мұсылманды ренжітуге болмайды. Мен бір мысал айтайын, одан кейін сіздер өздеріңіз есептей беріңіздер. Шариғатта аузынан жағымсыз іш шыққан, яғни пияз жеген адам мешітке не істемейді? Келмейді. Жамағатпен намаз оқу макрух болады. Егер аузынан іш шығып. Неге білесіздер ме? Намаздағы жанындағы адамға зиян бергендік үшін. Сен аузыңнан шыққан испен зиян беру тыйым салынғаннан кейін сен басқа нәрсені сұрама. Анау Құранда айтты ғой, әке шешеңе не деді? Тух деп айтпа деді. Ол бер жағы, оның ар жағын сұрамай қой уже. Сол секілді сен аузыңнан жағымсыз иіс шығып, сомен зиян беруің тыйым салынғанда басқа нәрсені сұрамай қой. Шертіп қарсам бола ма? Подножка қойсам бола ма? Болмайды. Сен аузыңнан шыққан, сен мақсатың мешітке намазға келе жатсың. Бірақ намазға кеп тұр, Аллаху акбар деп тұрған кезде, анау шығып тұр да, сен қолайсыз жағдайға түс. Соны жағады. Сен мешітке кеме дейді. Анаған зиян беру үшін дейді. Бәс етпесе сенің бар ойын құлшылық қылу. Сондықтан сіздер осыған дейін ойлау керек. Бай үйде отырып сарымсақ жеп қойдың ба? Иіс шығып тұр ма? Келме. Үйіңді оқы. Үйіңді оқы. Келсең не болады? Күнә болады. Неге? Өйткені сен екінші бір бауырыңа зиян берен. Ой, мен оны істе. Шығаны битіп барады.
Анадан бұрын рухқа кетіп қалсам деп ойлайсың ғой, ана рухқа келіп жатқанда қайтып бара жатасың да жаңағыдай. Қатар тұрып қалсаң болмайды. Енді білмейтін шығар, кейде келіп тұрған кезде ыңғайсызданасың. Одан кейін былай шығасың, өзімнен шығып жатқан жоқ па деп қойсың ғой жаңағыдай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ауыздан шыққан жағымсыз иіспен зиян беру тыйым салынғаннан кейін бір-бірімізге басқа ештеңені ойламай-ақ қой. Басқа ештеңені ойлама. Не деді? Көр алмаушылық жасама, алдап арбама, теріс айналма, кек сақтама, біреудің саудасының үстіне саудамен кірме деді.